Бұл командалық жұмыс цифрлық сабақ деп айта аламын. Яғни балалар Canva'да электрондық кітапты жасайды. Бұның бір ерекшелігі, бұны жұппен жұмыс жасауға деп қарастыруға болады, топпен жұмыс ретінде, сыныппен жұмыс ретінде. Ал мен сыныппен жұмыс қылып алдым, себебі сыныпта бала көп емес, осы күні көп бала ауырып келмей қалды. Яғни бұлар бірігіп отырып бір ғана электрондық кітапты жасады. Бізде тақырып Абай жолындағы аналар бейнесі болды. Сондықтан 8 наурызға қарай үйлестіріп, бүгінгі өмірмен байланыстырып, аналарымызды біз қалай құттықтаймыз ендеше деген өзекті сұрақ қоя отырып, осындай электронды кітапты жасап шығаруға мүмкіндік болды. Бір ерекшелігі, яғни бұның жасалу жолымен мен осы видеодан кейін міндетті түрде таныстыратын боламын. Ең бастысы, әр оқушы осы электронды кітаптың бір бетіне жауапты болды. Бір бетін жасады, жинақтаған кезде кәдімгі электронды кітап шықты. Бұған видеода қоюға болады, аудиода қоюға болады, сондықтан 3 форматта деп айтуға болады. Бүгін ерекше форматтағы сабақ. Балалар Canva'да командалық жұмыспен электронды кітап жасап жатыр. Қазіргі кезде еркін тақырып ананы құттықтау, аналарды құттықтау 8 наурыз қарсаңында. Мінекей жігіттер мұнда отыр. Жалпы менің видеомды, сабақтарымды көрген әріптестер ойлайтын шығар, балалар алдыңғы партада отырмайды, балалар бір қатар отырмайды, немесе тағы. Еркін формат. Әр бала кеңістікте ойлау үшін. Тіпті қазіргі кезде сабақ бізде аудиторияда өтіп жатқан жоқ, дәлізде өтіп жатыр. Неге? Өйткені бұл оқушылардың қалауы. Ең бастысы психологиялық ахуал дұрыс болса, оқуға деген ынта болса, болғаны деп ойлаймын. Мінекей аудитория бізде осы. Өздеріне осылай ыңғайлы цифрлық сауаттылықты арттыру үшін, жасанды интеллекттің мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану үшін осындай сабақ үлгісін енгізіп отырмын. Сіздер де жасай аласыздар, жасау үлгісін міндетті түрде YouTube каналыма салатын боламын. Бұның бір ерекшелігі командалық жұмыс. Қазір мына жерде қанша оқушы отыр? 12 ма? 12 оқушы отыр. Сол 12-сі бірігіп бір кітап шығарады. Әрқайсы бір бетке жауапты. 10 бала екен. Біраз бала ауырып келмей қалды. Қалай отыр Ұлпан? Жақсы, видео істейін деп жатырмын қазір. 8 наурызға ма? Сол видеоны қоясыз сол жерге? Иә, сол видеоны қоямын. Капкатпен істеп жатсыз? Иә, капкатпен. Сіз не істеп жатсыз, Айнали? Шрифт жазып, өзім тілегімді жазып жатырмын. Тілек жазып жатсыздар. Қазір міндетті түрде қандай дүние шыққан саламын. Сіз? Бәрі дайын, поделиться. Сосын еще басамыз. Енді сіздер тек платный версия қолданбасаңыздар болғаны, егер платный қолданып қойсаңыздар, онда оны жасау қиын болады. Букс аламыз, хейзин дегенде. Бәрі жақсы, ешкім ештеңе білдірмеген, сохранитті бастым. Дизайнның дайындалуына бір 10-15 секунд жеткілікті. Не жасағандарыңызды көрейік қазір. Элеонора Рузвельт айтыпты, каждый день делайте то, что вас пугает, дейді. Элеонора менің сөзім ғой. Ал негізі адам баласы білмейтін нәрсесімен жау болады, қас болады. Сосын дизайн сохранен деп тұр, мынаны емес, просмотреть дегенді басамыз, флипбуксты. Ал кеттік. Мына жерде енді русскийға ауысып алайық. Жан кішкене артқалай Жостайық. Ноутбукты ма? Ал кеттік. Қалай құттықтап жатыр екен? Ең жоғары ұпай бізде 10. Қаңтар ұбытыдан кейін бірден ата-анама хабарласқан сәт олардың қуанышы дейді. 8 наурыз ардақты аналар күні құтты болсын, 11 сыныбы. Бақашбаева Нурай, ана күліп қараса, жылуындай көктемнің жанарынан тараса, күн нұр шуағы жеткен күн. Шрифттарды өзгерткеніміз дұрыс болады, несін аны білейік? Видеоны загрузкиға салып қой көріп. Мен загрузкиға салып қойдым, негізі өзінің видеомды ашса жақсы емес. Көрейік. Атылмады, видеоны сөз көрейік. Енді кітап құбашлап дегеніміз мынау. Наускын бізде көрмедік. Ана өмірдің шуағы, мейіріммен қамқорлықтың сарқылмас бұлағы. Сізге ұзақ ғұмыр, сарқылмас күш қуат, жан тыныштығы мен жақындарыңыздың шексіз сүйіспеншілігін тілеймін. Біз үшін ең қымбат жан өзіңізсіз. Мерекеңізбен анашым. Ешқандай қате көріп тұрған жоқпын, суреттеріңізде әдемі.
сәл үлкейтсеңіз болады. Видео қойдым иә? Я мына жерде фонды нету керек. Қайсы мынау ма? Бұл видеоларды YouTube-қа салғаныңыз көп жақсы болады, иә? Happy Women's Day, my beloved mom. Құлшыбай ұлпан. Ақ сүтімен берген анашым, ақылды менің де анашым. Тамаша. Видео маған күшті видео болған ана жерде. Семьямен бүкіл фотолар бар. Тамаша. Мына жерде шуға. Сіз берген махаббат пен тәрбие мен үшін баға жетпес қой. Шәкеңге жүгіндіңіз ба шуға? Иә, маған бірақ та кейбір жерлерін өзім жаздым. Рахмет, мамаңызға ұқсайды екенсіз. Құрметті менің анашым, келіп жеткен 8 наурыз мейрамы құтты болсын, Саят Қарақат. Тамаша. Мынандай үлкейсе, иә? Анашым, мерекеңізбен скромненько, бекс. Өлең шығарыпты бекс. Ерхан. Өлең жазыпты. Анашым, мерекеңізбен, сіз мерекеңізді құттықтаймын. Екінші маған сеніп жақсы көретіңіз үшін рахмет. Визаным осы. Сіздердің осы өмірде бар болғандарыңызға рахмет. Ең шынайы тілек қылып қабылданып тұр мен үшін. Жеңіс Исламдікі. Және де анашым, сіз менің өмір шуағы, мейірім нұры. Кімдікі? Додоныкі. Тамаша. Ерекше жасалған не бір фото коллажы. Открытка жасап жатырмыз. Әркім өз бетіне жауапты болды. Давай бастайды. Жалғастырамыз. Мынаны сіздер өңдеңіздер, ютубқа салыңыздар. Осы ссылка сіздерде қалады ғой. Сосын енді осылай сілтемесімен алып, сол сілтемеге кіріп қойдым, иә? Сол сілтеме қойдым. Сол сілтеме болу керек. Копировать етіп. Райчик мен саған жібересің. Или кіріп қойшы осы аяқшылардың екен. Әлде бұның флип болып болған кезде өзгереді ме екен? Өзгереді, Кейзенің сілтемесі бөлек болады. Енді бұл сабаққа кері байланысты мен қалай алдым? Әдеттегідей Padlet тақтасын пайдаландым. Балаларға сілтеме жібердім. Олар соған сол сілтемеге кіріп, өз ойларын жазды. Енді бұл әдіс өте тиімді. Көрсеңіздер болады қасына жерде. Мінекей балалардың кері байланысы. Дәл осындай сабақ несімен қызық? Әйгерім мұғалім деп тұр, мына жерде 11-ші сыныбы. Сіздерге сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақтың өзектілігі мен ертеңгі қажеттілігі қандай? Балалар жауап берді. Маған бүгінгі сабақ ерекше ұнады, Нұрай. Себебі аналарымызға деген ыстық лебізімізбен бірге жаңа цифрлық тәсілдерді үйрендік. Ертеңгі күні университетте немесе өзіміз мұғалім болғанда қолдана аламыз. Ал қазіргі таңда Canva, Padlet сияқты қосымшалар өте өзекті әрі қызық дейді. Толықтай келісемін деп бір-біріне комментарий жазыпты. Маған сабақ ұнады, білмеген затымды үйрендім. Біздің болашаққа өз көмегім береді деп ойлаймын. Жоғары оқу орнына барған кезде көмек. Әрине, цифрлы сауатты болған өте тиімді. Ерхан, бүгінгі сабақ маған өте керемет әсер қалдырды, себебі бұрын-соңды болмаған форматта сабақ өткіздік дейді. Ұлпан, менің ойымша бүгінгі сабақ өте қызықты өтті, себебі жоғары оқу орнына түскен кезде бар болған 10-15 минут ішінде слайд жасауға болатынын түсінген жазыптыр. Өзектілігі аналарға деген құрмет көрсету, өз махаббатымызды білдіру, сабақта жаңа тәсіл үйрену дейді. Мына жерде әрі қарай Шұғаның тілегін оқым келеді. Бүгін тағы да ерекше форматтағы тағы да мән берсеңіздер, жаңа форматта сабақ өтті. Бүгін біз өзіміздің келешегімізге пайдалы болатын Canva қосымшасын үйрендік. Маған өте қатты ұнады, естен кетпес қызық сабақ болды. Әйгерім мұғалім сізге рахмет депті. Яғни сіздер де пайдаланыңыздар, қолданыңыздар.